Функцияның нүктедегі шегі тақырыбындағы 12-де 4, 12-де 5 есептер. 12-де 4 есеп. Берілгені y-тен x-тан f функциясын үзіліс сызықке зерттеңдер. 4 есеп берілген a, ә, b, v. Бұл есептердің шығару жолы келесі бетте. Берілген функцияны үзілістікке зерттеңдер деп берілген. А жағдайында берілген функция бізде y-тен 6 бөлінген бөлімінде x минус 3. Біз бұл жағдайда әуелі функцияның бөлімі 0-ге тең емес екенін, тең емес болуын қарастырамыз. Ол үшін біз анықталуысын табамыз. Анықталуысында x минус 3 тең емес 0-ге, x тең емес 3-ке. Олай болса, жауабында функция үздіксіз емес, x тең 3 нүктесі үзіліс нүктесі болады. Екінші ә жағдайында y тең x бөлінген бөлшектің бөлімінде 2,5 қосылған x. Бұл жағдайда бөлшектің бөлімін қарастырамыз анықталу облыс есебінде. Сонда 2,5 қосылған x тең емес 0-ге деген шартты орындаймыз. Қай уақытта ол 0-ге тең емес болады? X тең емес болған кезде минус 2,5-ке. Олай болса, жауабында функция үздіксіз емес, x тең минус 2,5 нүктесі үзіліс нүктесі болады. Есептің бұл жағдайында бізде берілген функциямыз y тең 5 бөлінген x бөлімінде x көбейтілген жақшаның ішіне x қосылған 1. Біз анықталуысын қарастыратын болсақ, бөлшектің бөлімі ретінде қарастырамыз. Бөлшектің бөлімі 0-ге тең емес деген шартты орындаймыз. Бұл жағдайда x көбейтілген жақшаның ішіне x қосу 1 болғандықтан, әуелі жақшаның сыртындағы көбейткіші 0-ге тең емес деп аламыз. X тең емес 0-ге және жақшаның ішіндегі x қосылған 1-ді тең емес 0-ге деп қарастырамыз. Екінші x плюс 1 тең емес 0-ге, x тең емес минус 1-ге. Олай болса, жауабы функция үздіксіз емес, x тең 0 және x тең минус 1 нүктесі үзіліс нүктесі болып табылады. Бұл жағдайында y тең x бөлінген бөлімде x квадрат минус 9. Бұның жағдайда да бөлшек болғандықтан бөлшектің бөлімін қарастырамыз анықталу есебінде. Бөлшектің бөлімінде x квадрат минус 9 тең емес 0-ге деген шарт орындалады. X квадрат тең емес 9-ға. Бұл жерде x квадрат емес, x-тің өзгеріп, олай болса дәрежені 4-мен алмастырамыз. 4 астында 9-дан плюс минус 3 шығады. Сонда x тең емес плюс минус 3-ке. Олай болса, жауабы функция үздіксіз емес, x тең плюс минус 3 нүктесі үзіліс нүктесі болады. 12-де 5 есеп. Берілгені y тең x-тан f функциясын үзіліс сіздікке зерттеңдер. Бұл жағдайда екі есеп берілген a және ә. Оның шығару жолы келесі бетте. А жағдайында берілген функция y тең 5 бөлінген косинус x. Біз бөлшектің бөлімін қарастырамыз. Косинус x-ті 0-ге тең емес деген шартты орындаймыз. Қай уақытта 0-ге тең емес? X тең емес пи бөлінген 2 плюс pn. n тиісті z-ке. Негіз біз қарапайым тригонометриялық теңдеуді шешу дегендегі формуламыз бар тұғын. Косинус x тең 0, қай уақытта 0-ге тең болады? X тең пи бөлінген 2 плюс pn. n тиісті z-ке болған кезде. Олай болса, біздің берілген функциямыз үзіліс нүктесі табылды. Ол x тең емес пи бөлінген 2 плюс pn-ға. n тиісті z нүктесі бізде үзілу нүктесі болып табылады екен. Ә жағдайында y тең минус 2 бөлінген синус x функциясы берілген. Бұл жағдайда бөлшектің бөлімі 0-ге тең емес деген шартты орындаймыз. Синус x тең емес 0-ге, x тең емес pn, n тиісті z-ке. Бұнда да қарапайым тригонометриялық теңдеулерді шешуде формула бізде бар. Синус x тең 0, қай уақытта 0-ге тең болады? X тең pn, n тиісті z болған кезде. Олай болса, осы формуланың негізінде біздің табылып отқан x тең емес pn-ға n тиісті z
бізде үзілу нүктесі болып табылады. Олай болса біздің функциямыз үзіліссіздікке жатпайды. Үзілу нүктелері бар екен.